Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Я не помнящий және День Лежень арасындағы матч басталды. Бірінші партия, соны тез арада бір талқылап жіберейік. И4, И5, АТФ, АЦ6, піл Б5. Испания партиясы, енді сіздер барлықтарыңыз білесіздер деген ойдамын. Рюй Лопес қорғанысы деп аталатындысында. А6, піл А4, АТФ6 патшаның сарайғызды және піл И7. Бірінші өте маңызды шешімдердің бірі ол және пілді атқа айырбастау, піл С6. Бұл өте жауапты шешімдердің бірі. Жалпы позиция анықталмай, бұл айырбастауға асықпаңыздар. Өйткені пілді атқа айырбастауда ол өте маңызды, өте нәзік мәселелердің бірі. ДЦ және тура И1. Қазіргі таңда ат деген негізгі орталықтағы сарбаз жек қойғысы келеді. Сол себепті оны болдырмау керек. Ат Д7 және Д4. Жалпы мен үшін бұл шешім түсініксіз, өйткені қарсыласта екі піл бар, және осы екі піл бола тұра ақтар деген өздері өз бетімен позицияны ашуға тырысады. Жедік уәзір Д4 және патшаның сарайғызы. Бұл жерде не айтуға болады? Негізгі стратегиялық идея ең бастысы мына 4 сарбаз, мына 3 сарбазға қарсы іс-әрекет жасайды және мына қосарланған сарбаздардың кемшілігін көрсету. Бірақ қаралардың бір артықшылығы әрине ол мына С8-дегі мына піл. Егерде болашақта бұл піл деген белсенді болатын болса, ақтар деген қатты өкінуі мүмкін. Піл F4 және ат С5. Уәзір И3. Әрине бұл жерде я не помнящий ұнамай тұр. Уәзір мен Д8-дегі жегенді ұнамай тұр. Сол себепті ол деген уәзірді алып тастады. Піл Ж4 бұл novelties екен. Novelties деген не? Бұл жаңалық бұрын соңды. Бұл вариантта бұлай ешкім жүрген жоқ дейді. Жалпы менің түсінігім бойынша біз енді трансляция кезінде атты негізгі орталыққа орналастыру, немесе мына атты С3-ге орналастыру мәселесін талқыладық, бірақ шын мәнінде ондай жүрістер болған жоқ, атты Д4-ге қойды. Бұған таңғалудың қажет жоқ, мына атты, мына турада іске қосылмайды, бірақ екінші рет атпен жүреді, екінші рет уәзірмен жүреді деген сияқты әртүрлі сұрақтар туындауы мүмкін. Бірақ тағы бір рет ескертем, бұл жасанды интеллект мықты компьютерлердің арқасында адамның ойлау қабілеті де қатты өзгереді. Уәзір Д7, ат С3 және тура А Д8. Жалпы ақтар қаралар өзінің бүкіл алдында туындаған мәселелердің бәрін шешті, ешқандай қиындық жоқ. Әрине, ат F5 бұл жерде қызығудың қажет жоқ, ат деген И6-ға орналасты. Жедік және піл Ж3. Ақтардың жағдайы жақсы, мына піл деген әрине мына пілден артық, өйткені бұл піл деген не істеп тұр? Мына С7-дегі сарбаздың қал жағдайын білгісі тұр. Мына С7-дегі. Сол себепті, ал бірақ мына піл болса, ешқандай ауыртпалық немесе бір қысым көрсетпейді. Піл H5, әрине бұны День Лежень өте жақсы түсініп тұр, оның пілді басқа жерге орналастыру мәселесін талқылап отыр. F3, F6, H3, H6. Енді бұл жерде атақты Капабланка ережесін есімізге түсірсек болады. Өйткені Капабланканың айтуы бойынша, егерде піліңіз қара болатын болса, сарбаздарды ақ түске орналастыру керек. Ал егерде пілі ақ болатын болса, онда сарбаздарды қара түске орналастырған дұрыс. Патша H2 және піл F7. Тура А Д1 және Б6. Әрине, болашақта мына қосарланған сарбаздардан құтылу мәселесін День Лежень қарастырады. А3, А5, тура ат И2, жедік және Д8. Әрине, бұл жерде егерде ауыр фигуралардың бәрін алып тастайтын болсақ, онда әрине ақтардың жағдайы онша емес болады. Олар деген өздерінің басымдығын толыққанды пайдалана алмайды. Әрине, бұл жағдайды біліп тұрады және тура Д3 деп болады. С5, уәзір Д2 және С6. Мен үшін түсініксіз, енді кәсіби деңгейі осындай керемет ойыншылардың бірі День Лежеңнің неге осындай С6 деген жүріс жасады. Өйткені болашақта, кешіріңіздер, қай жерде тоқтадық біз? Мына жерде тоқтадық. Жалпы мына Б6-дағы сарбаздың осалдығын бұл тез арада анықталады деген ойдам. Не себепті С6 деп жүрді? Мен түсінбеймін. Енді бірінші партияның осындай бір кемшілігі шығар деп ойлаймын. Жедік және уәзір F4. Қазіргі таңда ақтар деген Б8-ге егерде өзінің уәзірін қоятын болса, онда қаралардың жағдайы онша емес болатыны түсінікті. Жалпы менің күмәнім болды, осы позицияны День Лежень құтқарып ала ма деген сұрақ туындады. Өйткені
ондықтың мықты ойыншыларының бірде біреуі бұндай позицияларды жібермейді. Иә, тек қана я не помощь, мүмкін көңілі болмаған шығар, мүмкін осындай позициялардың түрі оған мүлдем ұнамауы да мүмкін. Ол деген B5 және B8. Былай және бұл жерде енді жасанды интеллекттің айтуы бойынша піл C7 және піл мына сарбаз жеп кетеді және болашақта B3 және A4 деген іс-әрекеттердің арқасында ол деген өтетін сарбазды ұйымдастырады. Бірақ адами бұндай жоспарды табу өте қиын. Сол себепті я не помощь қателесті. Піл D6. Піл D6 бұл деген дұрыс емес шешімдердің бірі, өйткені үлкен басымдықтың жартысын жоғалтып алды. Уәзір D7 және ат G3. Тағы да бір түсініксіз шешімдердің бірі, жасанды интеллекттің айтуы бойынша уәзірді C7-ге орналастырып, мына жерге шабуыл және мына жерге шабуыл жасаудың амалдарын қарастыру керек еді. Бірақ я не помощь бұның барлығын байқаған жоқ. Ат G3, ат E6, F4 және H5. Бұл жерде атақты Вильгельм Штайниц ережесін есімізге түсірсек болады. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта және сол қанатта емін-еркін шабуыл жасаңыздар болады. C3 және бұл жерде мен үшін түсініксіз, не себепті Динлижен мына H5-тің орнына мына атты D4-ке неге орналастырмады, мен түсінбедім. Бірақ қана мүмкіндік беріледі, сол мүмкіндікті міндетті түрде әрине пайдалану керек. H5, C3 және C4. C4 те маған үшін түсініксіз. Мына пілдің жағдай онша емес, және бұл пілдер қалай орналасатыны мен түсінбедім. Енді мына піл деген C4-ке, B5-ке, C6-ға тіреліп қалады. H4, H4 және бұның ең басты мақсаты әрине мына жүрісті болдырмау, болашақта. Бірақ H4-тің бір кемшілігі мына G4-тегі тордың әлсіреуі. Бұны да естен шығармау керек. Уәзір D8, уәзір B7 бұның барлығын я не помощь түсініп тұр. Егерде уәзірлерді айырбастайтын болса, онда тең түсу немесе тең ойынға бір табан жақындайтынын біліп тұр. Сол себепті ол деген күрделі позицияны сақтап қалуға тырысады. Және ат F5. Уәзір D7, бұлай D8 енді құтылмай, жедік және ат. Жалпы бұдан артық талқылаудың қажеті жоқ, өйткені бәрі түсінікті, ешқандай қиындық жоқ, бірақ сақтықта қорлық жоқ дейді. Сол себепті соңына дейін өте сақ ойнау керек, өйткені егерде қателесетін болсаңыздар, бұл қателіктің жүгі өте ауыр болуы мүмкін. Ат B7, негізгі орталыққа сарбаз келді, патша G8. Сіздер білесіздер жақсы, ойынның соңында патшаның белсенділігі өте маңызды жағдайлардың бірі. Патша G3, піл D7, әрине мына орталықта тұратын өтетін сарбазды мықтап тұрып бақылауда ұстау керек. Піл C7 және ат C5. Осы атты C5-ке орналастыру мәселесінде Динлижен өте мұқият қатты ойланды, өйткені позицияның тез арада шешілуіне осындай көмектеседі. Піл A5 және патша F7. Әрине мына негізгі орталықтағы сарбазды бақылауда ұстау керек. Және Арон Исаевич Немцовичтің сүйікті сөзі бар. Өтетін сарбаз ол қылмыскер, сол себепті ол қылмыскердің іс-әрекетін жіті бақылауда ұстау керек. Піл B4, ат D3, жедік, піл D7, бұлай ат B2, ат D3 және ат C1, патша E3. Осымен ойын аяқталды. Нақтырақ айтсақ, тең түсті ойыншылар, ақтардың да, қаралардың да ұтуға ешқандай мүмкіндігі жоқ. Сол себепті тағы да рет ескертем, мына жерде басқа шешім қабылдау керек. Әрине, мынандай шешім C7-ге орналастырып, мына A5-тегі сарбаз жеп кеткеннен кейін B3 және A4-тің арқасында сіздер өтетін сарбазды ұйымдастырасыздар. Өкінішке орай, ақтар бұл жоспарды тапқан жоқ. Соның енді жігітпен талассаң да бағымен таласпа деген сөздермен жиі естейміз. Енді Динлиженнің бағы шығар, бірінші тұңғыш партияда осылай ұтылмағанына. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.